Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда жеміс ағаштарына жазғы тыңайтқыштар беру жайлы айтамыз. Одан алдын сіздер Жомарт бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді бүгінгі видеомызда мына жеміс ағаштарға жазда қандай тыңайтқыштар беру, қалай жасау керектігі жайлы көрсетеміз. Енді алдыңғы видеоларымызда комментарияға сұрақтар қойып кеткен екен. Осы жүзімдерге жазда қандай тыңайтқыштар береміз? Және де бір маңызды сұрақ, мына шабдалы жеміс ағаштарының астыңғы жағынан бұтақтар жапырақ шығарып, сосын жоғары қарай сидиіп, жапырақ шығармай, жоғары жағынан жапырақ шығарып тұр. Оған не істеуге болады деген сұрақтар қойылған екен. Мінекей осылардың барлығына пайдасы тиетін тыңайтқыштар жайлы бүгін көрсетеміз. Енді мінекей жүзім жемістері өте әдемі болып жеміс түйіп тұр. Міне керемет болып жеміс түйіп тұр. Осылардың барлығын жемістерін жақсы сақтап қалып, және ары қарай сапалы өнім беру үшін біз жаз бойы жеміс ағаштарымызға тыңайтқыштарды беріп баруымыз керек. Енді бүгінгі жасайтын тыңайтқыштарымыз жайлы жаңағы айтқандарымыздың бәріне пайдасы тиетін тыңайтқышымызды, өзімнің жеміс ағаштарыма беріп жүрген тыңайтқышымызды сіздерге көрсетеміз. Мінекей мынау гумат тыңайтқышы. Осы тыңайтқышты мына 10 литр күннің көзінде тұрған жылы су, алдыңғы видеоларымда айтып өттім. Тыңайтқыш жасайтын болсаңыз, осындай жылылау су болған жақсы. Мына гумат тыңайтқышы іші ұнтақ болады. Осы өте жақсы тыңайтқыш. Осы тыңайтқыштың бір чай қасық жобасында 10 литр суға еземіз. Біз баклажканың қақпағын алдық жобасына. Осыны 10 литр суға жақсылап салып еземіз. Бұл гуматтың құрамында да жеміс ағаштарына пайдалы элементтердің барлығы бар. Мінекей бұны жақсылап араластырамыз. Бір чай қасық жобасында 10 литр суға, жылы суға салып араластырдық. Мінекей. Енді бұны 30 минуттай қоюымыз керек. Мына жерде бізде мінекей алдын ала дайындап қойған тыңайтқыштарымыз бар. Осылардан қазір құйып көрсетеміз. Гуматымызды жақсылап араластырып дайындап қойдық. Енді келесі тыңайтқышымыз мынандай минералды тыңайтқыш, 3 в 1 деп аталады, яғни базарда сатылады. Азот, фосфор, калий. Бұның құрамында азот, фосфор, калий үшеуі араласқан 3 в 1. Осыны жеміс ағашымыздың әуелі осыны салып аламыз. Мінекей мынау жүзім жеміс ағашы. Қандай да тыңайтқыш беретін болсаңыз, әуелі астын, жеміс ағаштың астын суарып аласыңыз. Содан кейін барып тыңайтқышымызды береміз. Әсері жақсы болу үшін ылғал мол болу керек астында. Енді айтайын дегенім, осыны қазір мінекей қазір астына саламыз. Мына өзінің жобасында осыдан үшеуін саламыз. Бұл бір чай кесенің жобасында болады. Бір чай кесе салсаңыз болады. Мен мынадан үшеуін саламын. Астын жақсылап мінекей ылғалы мол астына саламыз. Сөйтеміз де үстін топырақпен көмеміз. Азот, фосфор, калий үшеуінің араласқан минералды тыңайтқышы. Бір чай кесенің жобасында бір ағашқа салсаңыз болады. Бұны барлық жүзімге де, шабдалыға да, алма, өрік болсын, барлығына сала берсеңіз болады. Өте жақсы тыңайтқыш. Салынды. Үстін топырақпен жауып тастаймыз. Бұны салып болдық. Енді манағы араластырып дайындап қойған гумат тыңайтқышымызды соның үстіне қосамыз. Мынау алдын ала дайындалғаны. Жаңағы азот, фосфор, калий үшеуі араласқан тыңайтқышты мынаған салдық. Енді соның үстіне мына екінші тыңайтқышымызды құямыз. Алдын ала суарылған, ылғалы мол. Мынау енді алдын ала суарылғасын тамырына тез барады. Енді жаңа айтқанымдай, менің де шабдалымда осындай астыңғы жақтарында жапырақ шығарып, сосын үстіне қарай сидиіп жапырақ шығармай, үш жақтарынан жапырақ шығарып, сондай болып бір түсті болып қалған еді. Осы тыңайтқышты осындай қылып, дәл осындай қылып жасап, астына құйдым. Бір 10 шақты күнге бір жаққа шаруаларыммен кетіп қалып, айналып келсем, кәдімгідей мына орталарындағы бос жерлердің бәрі толысып, әдемі болып, жаңа талып бір
кәдімгідей жақсы болып өзіне келіп қалған екен. Мына тыңайтқыш өте керемет әсері, эффектісін тез байқайсыңыз бір 5-6 күннің ішінде. Енді күнде көріп жүрген кезде байқамауыңыз мүмкін. Мен жаңағыдай 10 шақты күннің жаңа бір шаруалармен айналып келсем, жаңағы эффектісі кәдімгідей барлық жапырақтар ашық, мынандай ашық жерлердің бәрі толысып әдемі болып тұрған екен. Мына тыңайтқышты өзім жылда жеміс ағаштарыма осылай жасап құямын. Осындай жеміс бергеннен кейін мынандай жемістерін сақтап қалу үшін, әдемі сапалы өнім беру үшін осы керемет күшті тыңайтқышты жасап талдарыңызға құйсаңыздар болады. Сіздерге енді пайдасы жаңағыдай шабдалдарыңыз сондай болып тұрған болса, мүмкін сіздерге де пайдасы тиіп кетер деп айтып жатырмын. Каналға тіркеліңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.